Бүгінгі сабағымызда біз жазылған мәтінімізді сақтауды үйренеміз. Экрандағы мәтін сіздерге таныс болуы мүмкін. Бұл алдыңғы сабақта біз терген мәтін. Енді осы мәтін біз үшін өте құнды, бағалы деп есептейік. Әрине біз оны сақтағымыз келеді. Мысалы, бұл мәтіннің сақталмаған, біз мына X батырмасын басып, құжатты жабуға тырысайық. Байқасақ, бізде мәтінде бір өзгерістер болып, олар сақталмағаны белгілі. Біз оны сақтай аламыз, немесе сақтамай жаба аламыз, немесе мына жабу батырмасын болдырмауға болады. Жалпы біз құжатымыздың сақталмағаны белгілі. Енді сақтаудың ең негізгі әдісі ол мына дискетаның иконкасы салынған сақтау батырмасын басу. Бассақ, бізде бірден осы құжатымызды қандай атаумен сақтайтынымыз беріледі, және де оны қайда сақтайтынымыз беріледі. Құжатқа атау берейік. Мысалы, құжат 1 деп қойайық. Қайда сақтаймыз? Бұл жерде бізде қай жерде сақтағымыз келеді, сол жер көрсетіледі. Мысалы, біз жұмыс үстелінде сақтағымыз келетін болсын. Сақтау батырмасын басамыз. Сақтадық. Енді жұмыс үстелінде қарасақ, біздің құжатымыз жұмыс үстелінде орналасқан. Осы мәтінге біз белгілі бір өзгерістер енгізсек. Өзгерістер енгізіп жатырмыз. Енді осы өзгерістерді сақтаудың ең оңай жолы ол ыстық батырмалар деп аталады, яғни горячие клавиши. Ctrl батырмасын баса отырып, S батырмасын басатын болсақ, біз осы құжатта болған өзгерістерді бірден сақтай аламыз. Сақтау үшін қандай батырмаларды басу керек екенін ұмытып қалсаңыз, иконкаға апарсаңыз, сізде жазу шығады. Сохранить, жақшаның ішінде Ctrl қосу S. Осы арқылы еске түсіруге болады. Немесе ағылшын тілін жақсы білетін болсаңыз, S, save, яғни сақтау. Осы арқылы да еске түсірсеңіз болады. Немесе асығыс болсаңыз, мысалы, басқа да өзгерістер. Асығыс болып, тез-тез жауып, сізге компьютеріңізді өшіру керек болатын болса, жаба бересізді. Тек бар болған өзгерістерді сақта деп сохранить батырмасын бассаңыз бітті. Осы құжатта сіздің бүкіл өзгерістеріңіз сақталған. Ашып тексеріп көрейік. Көріп отырғандарыңыздай бүкіл өзгерістер сақталған. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Ақпарат түсінікті болса, келесі сабаққа өте беріңіз.